Қаз дауысты Қазбек би. Қазбек Келдібекұлы қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын тайпасының Қаракесек руына кіретін Болатқожа атасынан шыққан ол 1667 жылы сыр бойында дүниеге келген. Арғы-аталары Шаншар, Абыз, Бұлбұл, өз әкесі Келдібек есімдері елге белгілі әділ билер болған. Қазбек бидің беделі мен ықпалын қазақ хандары ғана емес, оның парасатты елші дипломат екенін бағалап, 1761 жылы Қытай империясының елшілігі, 1762 жылы орыс мемлекеті әкімшілігінің өкілдері оған арнайы келіп қайтқан. Ерте заманда осы күнгі соттың да, тергеушінің де қызметін атқарған. Билер өздерінің бір ғана сөзімен небір шытырман даулы мәселелердің дұрыс шешімін тауып отырған. Шешендік сөздерді тақырыптық тұрғыдан байытып, мазмұндық жағынан тереңдетіп қана қоймай, оның көркемдігіне, үйлесімділігіне де ерекше мән берген. Жанрлық тұрғыдан шешендік толғау, дау, шешендік арнау түрлерін өз шығармашылығында барынша дамытқан. Сондықтан да баба мұрасы ұрпаққа ұлағат, кейінгіге аманат, келер күнмен бірге жасайтын рухани асыл қазына.